Сәлем достар, бүгін сіздермен бар болғаны 2 апельсиннен 4 литр апельсин лимонадын дайындаймыз. Жаздың ыстық күндері осы лимонадты салқындатып ішсеңіз, міндетті түрде шөліңіз басылады. Дайындап көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Кеттік. 2 дана апельсинге ыстық қайнап тұрған суды құямыз. Апельсиндер суда толықтай батып тұруы керек. 1 минутқа қалдырамыз. 1 минуттан кейін шығарып алып, құрғақ орамалмен жақсылап сүртеміз. Мұздатқышқа, яғни морозильникке кем дегенде 3 сағатқа қойып қоямыз. 1 түнге қоюға да болады. Мұздай апельсиндерді алып, кішкентай бөліктерге бөліп, блендерге саламыз, немесе мясорубкадан өткізуге болады. Видеодағыдай блендермен жақсылап майдалаймыз. Үлкендеу ыдысқа салып, үстіне 1 литр салқын су құямыз. Жақсылап араластырып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін сиропын дайындаймыз. 400 грамм қантқа шамамен сонша, яғни 400 грамм ыстық су құямыз, қантты толықтай ерітеміз. Жаңағы согымызды үлкендеу ыдысқа ситадан өткізіп, құямыз, жақсылап сығып аламыз. Мына жақта да согы көп болады. Марляға салып алып, сықсаңыздар да болады. Толықтай құрғақ болып шығу керек. Үлкен ыдысқа аударамыз. Және оның үстіне жаңағы дайындаған сиропымызды құямыз. Жарты шай қасық лимон қышқылын қосамыз. Және тазартылған су қосамыз. Судың жалпы көлемі 4 литр болуы керек. Сонымен барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің лимонад дайын болды. Өте дәмді болып шығады, балаларға сөзсіз ұнайды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Менің парақшама жазылмаған болсаңыз, подписация батырмасын басып, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта көптеген қызықты рецепттер болады.